Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан, және бұл Bokaplay арнасы. Қазақстандағы кез келген жастағы көрермендерге арналған видеолар. Бұл видеода мен сіздермен бай адамдардың негізгі құпиясымен бөліскім келеді. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Бәрі оңай әрі түсінікті. Бай болу үшін байлардың формуласын қолдану керек. Негізі бұндай формулалардың бірнеше түрі бар. Сіздің байлығыңыз сіздің қазіргі табысыңызда және онымен сіздің істейтін әрекеттеріңізде. Ақшаны қолданудың 4 түрі бар. Бірінші формула. Бұл банкрот болу формуласы. Бұл формула мынандай. Сіз ақша табасыз және сол келген ақшадан көп ақша құртасыз. Бұл формуланың нәтижесінде ерте ме кеш пе сіз банкрот боласыз. Сіздің қарыздарыңыз көп болады. Бұған күмәнданбауларыңызға болады. Екінші формула. Бұл кедейліктің бірінші формуласы. Бұл формулада сіз ақша табасыз, сосын барлық тапқан ақшаңызды құртасыз, бәрін жаратасыз. Банкрот болу формуласына қарағанда, сіз өзіңіздің табысыңыздан артық ақша жаратпайсыз. Сіз дәл тапқан ақшаңызды құртасыз. Сіздің табысыңыз бен шығыныңыз тең болады. Бұл кедейлік формуласы. Неліктен? Себебі сіздің табысыңыздан шығыныңызды алсақ 0 болады. Нәтижесінде сізде 0 ақша болады. Үшінші формула. Номер 2 кедейлік формуласы. Сіз табысыңыздың бәрін құртпайсыз. Сіз ақшаны жинайсыз. Бірнеше айлап, жылдап жинауыңыз мүмкін. Бірақ уақыты келгенде сіз бұл жиналған ақшаны бір қымбат зат алуға құртасыз. Сіздің ақшаңыз қайтадан қанша? 0. Сіздің табысыңыз азайтылған шығын тең пайда. Пайда азайтылған шығын тең 0. Бұл да кедейлік формуласы, себебі нәтиже 0. Бірақ бұл бұған дейін айтылған формулалармен салыстырғанда жақсы. Төртінші формула, бай болу формуласы. Сіз ақша табасыз, жинайсыз және жиналған ақшаны көбейтесіз, яғни еселендіресіз. Табыс азайтылған шығын тең пайда, пайда көбейтілген инвестицияландыру және тең сіздің капиталыңыз әрқашан өседі. Нәтижесінде сізде әрқашан ақша бар және сіздегі бар ақша әрқашан көбею үстінде болады. Ол ешқашан тоқтап тұрмайды. Сіздің ақшаңыз өсе береді. Мен сіздерге осы видеоны қайтадан қарауға кеңес беремін. Ойланып қараңыздар. Мүмкін қағазға жазып аласыз. Сіз қазір қандай формуланы қолданып жүргеніңізді түсіну үшін осы видеоны қайтадан анализден өткізіңіз. Сіз формулаңызды байлардың формуласына айналдырыңыз. Бұл формула арқылы бай адамдардың 97% бай болған. Лайк басып арнаға тіркелеміз, ал сіздермен бірге болған Бауыржан. Келесі видеода кездескенше.